Сәлем достар, сіздермен Үрбіш. Бүгін сорпалардың ішіндегі ең дәмді және пайдалысы борщ дайындаудың қыр-сырын үйренесіз. Алдымен салқын суға етті салып, қайнатуға қоямыз. Бетіне шыққан көбігін міндетті түрде тазалап аламыз. Тұзын салып, ары қарай орташа отта қайнатамыз. Бізге керек көкөністер пияз, қызылша, сәбіз, картоп. Енді бұларды турайтын боламыз. Ең алдымен пиязды осылай жұқалап, майдалап тураймыз. Сәбізді және қызылшаны үккіштен өткіземіз. Үккішіңіздің тісі кішкентай болған дұрыс. Капустаны, яғни орам жапырақты, осылай видеодағыдай майдалап, жұқалап турау керек. Ал картопты осылай соломка етіп тураймыз. Табаға май құйып, майды қыздырып аламыз. Оған пияз бен сәбізді салып қуырамыз, шамамен 3-4 минуттай. Енді қызылшасын салып жақсылап бірінші араластырып аламыз. Одан кейін осы қызылшаның қызыл түсі кетіп қалмау үшін лимон шырынын қосамыз. Жарты лимон жетеді. Лимонның дәндерінен тазартып аламыз. Осылай қысқан кезде түсіп қалуы мүмкін дәндер. Сосын тұз сеуіп, жақсылап араластырып алып, баяу отта 10 минутқа қалдырамыз. Міне заправкасы дайын болды. Осылай сорпаға қоспас бұрын бірінші осылай қуырып алғанымыз дұрыс. Сонда жақсы қызыл сақталатын болады. Енді еттерін сүзіп аламыз, немесе сүйектер болса қалдырсаңыз да болады. Мен бұны етті турау үшін сүзіп аламын. Одан кейін үстіне капуста мен картопты салып, қайнап шыққанын күтеміз. Міне қайнап шықты, енді бұған дайын заправкамызды саламыз. Және ас көп, яғни укроп, лавр жапырағын қоссаңыздар да болады. Солай баяу отта 2 сағатқа қойып қайнатамыз. Міне біздің пайдалы, сіңімді, дәмі өте ерекше борщ сорпасы дайын болды. Сорпаңызға ас көк немесе қаймақ болмаса айран қосып дәмін ерекше етсеңіз болады. Егер сізге видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша.